Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен үй жағдайында басымызға түскен қайызғақтан қалай құтылуға болады және ол не себепті түсетін туралы толық ақпарат алатын боламыз. Егер де сізге осындай пайдалы ақпараттар қызық болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде сіз жаңадан салынған видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер де осы видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыз, сіздер үшін арасында пайдалы лайфхактармен, кеңестермен бөлісемін. Маған деген сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне жаза кетіңіздер, жауабын міндетті түрде аласыздар. Ал біз енді бүгін қайызғақтың толық тақырыбына кірісейік. Қайызғақ дегеніміз ол басымыздағы өзіндік бір аурудың бір түрі болып саналады. Негізінде оны трихолог мамандары саңырау құлақ деп атайды. Саңырау құлақтың пайда болған кезінде, яғни басымызда қайызғақ пайда болған кезде, көбінде барлықтары сусабын не болмаса, шампунь, бальзам не болмаса суға кінәлап жатады. Негізінде басымызда қайызғақтың пайда болу салдары ол көбінде гормональдық ауысу, витаминдерді дұрыс қабылдамау, не болмаса стрессқа шалдығу, ұйқының қанбауынан әртүрлі салдардан пайда болады. Тек қана су сабынға байланысты емес. Жас өспірімдер, жаңадан өсіп келе жатқан қыз жігіттердің басында жиі кездеседі. Себебі олардың организмда, яғни гормондардың тез қалпына келіп, тез гормондардың өзгеруінің салдарынан қайызғақ пайда бола бастайды. Біздің қайызғақ ол құрғақ не болмаса майлы шашта пайда болады деген ондай қағида жоқ. Қайызғақ ол құрғақ шаштада және майлы шаштада пайда болады. Құрғақ шашта ол құрғақ түрінде шығады, майлы шашта майлы, яғни құйқамызға жабысып жатады. Сол себепті стресс, не болмаса қатты гормоналдық сбой болған кезінде міндетті түрде дәрумендер ішіп, оны қалпына келтіру керек. Себебі оны қалпына келтірмесеңіз, жаңағы саңырау құлақ ол өзіндік грибок, яғни өзіндік ауруға шалдығып, оның салдары қатты үлкейіп, ол қайызғақ көбейе бастайды және құтылуы оңай болмайды. Сол себепті ең алғашқы шашыңыздағы қайызғақ құрғақ немесе майлы түрі екенін ажыратып алу қажет болады. Негізінде басыңызға қайызғақ түскен болса, ең алдымен дерматолог не болмаса трихолог маманына қаралып, сибаролиға анализ тапсырып көріңіз. Сибаролия жаңа айтып өткендей екі түрге бөлінеді: майлы және құрғақ. Ол жаңағы біздің аурудың атауы. Сибаролия жаңағы, яғни басыңыздағы майлығы көбейіп кеткен болса, онда ол сіздің шашыңыздың қайызғағыңызды майлы және бетке, арқаға безеу шығатын болады. Ал сибаролия сізде құрғақ болса, басыңыздағы қайызғағыңыз құрғақ, қозғалған кезде қайызғақ түсе беретін болады және қолыңыз, аяғыңыздың бәрі құрғап, әрдайым су жетіспеушілігі сезіліп тұратын болады. Сол себепті міндетті түрде трихолог не болмаса дерматолог маманына қаралып, сибаролиға тексерілуіңіз қажет болады. Басымызға, шашымызға қажетті дәрумендердің түрі ол Б дәрумені, Д дәрумені, цинк және де күкірт. Осылар ең маңызды бізге қажетті дәрумендер болып саналады. Осы дәрумендеріңізді ағзаңызда толық емес екеніне көз жеткізгеннен кейін, сол именно жетіспеген дәруменді ішіп, қалпына келтіру қажет болады. Сол кезде бас теріңіз, шашыңыз жақсы өзіндік табиғи сұлулығына келеді. Қайызғақ пайда болған кезде көбінде дәріханалардан жаңағы су сабындарға жүгініп жатамыз. Бірақ олар көмектеседі. Сіз оны жуып кетіріп болғаннан кейін, сіз міндетті түрде оны доғарасыз қолдануын. Доғарғаннан кейін, бірнеше уақыттан кейін ол қайта пайда болады. Себебі су сабын ол емдемейді, уақытша ғана тоқтатады. Сол себепті сіздер қателеспеңіздер. Және де сізге қайызғақ түскен кезде жаңағы арнайы ыстық фендар, ыстық плойкалардан қолданбағаныңыз, уақытша доғарғаныңыз жөн. Ең алдымен емдегеннен кейін, толық құтылғаннан кейін қолдануға болады және мейлінше ондай көп мөлшерде қолданбаңыздар.
Дәріханада алған су сабынға қосымша сіздер міндетті түрде емдеу үшін сірке суын пайдалануыңыз қажет. Сірке суын, бір ас қасық сірке суды 1 литр суға араластырып, жақсылап араластырып, сол сумен басымызды шаямыз. Сол кезде сіз жаңағы тері ауруы, яғни қайызғақтан құтыласыз. Және де қайызғақты емдеудің жолы ол дұрыс тамақтану. Сізге жетіспейтін дәрумендері, жаңағы бедокарин, жаңағы көмір, В, Д витаминдерін жаңағы тағамдарымыз арқылы қалпына келтіру қажет. Мысалы ретінде сәбіз, жаңағы қырыққабат, болгар бұрышы, олар біздің жаңағы шашымызға өте пайдалы. Сол себепті қазір жаз мезгілінде олар өте дәмді және балғын болғандықтан міндетті түрде көп мөлшерде жеңіздер, ешқандай кері әсері жоқ. Түсінгендеріңіздей, қайызғақтың пайда болу салдары өте көп. Яғни, жаңағы гормоналдық сбой, стресс, ұйқы қанбау, сусабынды дұрыс пайдаланбау, басыңызды дұрыс жумау, және де одан бөлек ыстық фенмен, ыстық жаңағы құрылғылармен пайдалану, осының бәрі басымызға қайызғақ түсу салдарына алып келеді. Сол себепті қайызғақ түсе бастаған кезде міндетті түрде алдын алып сірке суымен басыңызды шайып отырыңыз, және де дұрыс тамақтану қажет. Дұрыс тамақтану ол біздің жаңағы артық салмақтан бөлек, бетіміздің табиғи сұлулығынан бөлек, шашымыздың бас терісіне де өте маңызды. Ащы, тәтті, қышқыл, нан өнімдерінен, майлы өнімдерден сіз көп мөлшерді азайтатын болсаңыз, онда сіздің бетіңіз де, шашыңыз да, дене бітіміңіз де өте сұлу болады. Ең басты маңызды жаңағы сіздер білу қажет, ол шашыңыздағы қайызғақ, ол жаңағы майлы түрі ме, немесе құрғақ түрі ме, соған арналған сусабын алып, сірке суымен шайып, одан бөлек күнделікті күніне 3-4 мезгіл 5-7 минуттай телевизор қарап отырғанда, компьютердің алдында отырған кезде кішкене тырнағымызды батыру арқылы массаж жасаймыз. Сол кезде қан айналымыз жақсы жұмыс жасап, біздің бас теріміз ешқандай ауруға шалдықпауына жақсы мүмкіндік береді. Одан бөлек шашымыз жақсы өсетін болады, қалыңдайтын болады, шаштағы бездер оянып, шашыңыз өзінің табиғи сұлулығын қалпына келтіретін болады. Сол себепті ең маңызды нәрсе бас терісіне массаж жасау. Өзіңізді күтіңіз, әрдайым